сөз қасиеті көркемдігінде, ой қасиеті шындығында. Не болса да сабыр қыл. Адам алысқа қараймын деп жақындағысын көрмейді. Қызғаныш, құрт ауру, ол мыс қазандай қайнайтын азап оты. Дүние сарай, адам керуені. Біз құл болып тұра алмаймыз, біз ұлт азаттығымызды аламыз. Сұраған ұят емес, білмеген ұят. Түрік тілінің ішіндегі гауһары қазақ тілі. Өзіңді өзің тану үшін кітап керек, өзгені де тану үшін кітап керек. Жақсы болса жұбайың қабағыңа қарайды. Адам, керуен, өмір жол. Әрбір істің жаны оның бітірілуінде. Ауыздан шыққан суық сөз жүрекке жеткенше мұзға айналады. Балада ойынға деген құштарлық бар. Оны тек қанағаттандыру керек. Адам баласы еңбексіз өлікке айналады. Мен 10 мың түрлі ұрыс тәсілін игерген адамнан қорықпаймын. Мен тек қана бір тәсілді 10 мың рет қайталаған адамнан қорқамын. Қарап отырма, бір нәрсеге жарап отыр. Кәсіп болмай, нәсіп болмас. Шаршау ең жұмсақ жастық. Қара қылды қақжарған жақсылардың белгісі. Еңбек, қуаныш, жалқаулық айырылмас азап. Кітап ақылына ақ сұрамайтын алтын қазына. Тіл жоқ жерде ұлт жоқ. Рухы мен намысы сөнген ел өлген ел. Мінез құлық міні рухани кеселге жатады. Тәрбие адам тағдырын шешетін ұлы іс. Егер менікі дұрыс болмаса, ешқашан кешірім сұраудан арланбаймын. Жемісі бар ағашқа ғана тас атады. Басқаларды үйрете жүріп, біз өзіміз үйренеміз. Қай істің болсын өнуіне 3 шарт бар. Ең әуелі ниет керек. Одан соң күш керек. Одан соң тәртіп керек. Адам көркі ақыл. Жігітті жылы сөз ширатпайды, қатты сын ширатады. Адам қанша бақытты боламын десе, сонша бақытты бола алады. Адам естіп білген арқылы ғана жетілмейді. Еңбекпен іс-әрекет үстінде қалыптасады. Әйел болмаса, еркек есінен, еркек болмаса, әйел ажарынан айырылады.